Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін Шығыс Қазақстан өнер музейінде ұлтымыздың бір туар ақыны Ұлы Абайдың туған күніне орай Абай әлемі атты шағын көрмеміз ашылды. 2020 жылы үкімет қаулысымен Қазақстанда 10 тамыз Абай күні деп бекітілді. Абай Құнанбайұлы ғұлама ғалым, ойшыл ақын, ағартушы ұстаз ретінде ұлтымыздың тұғыры биік мақтанышы. Абай шығармашылығы әлемдік туындылар қатарынан орын алған ұлтымыздың баға жетпес мұрасы мен рухани азығы. Көрмеге музей қорынан облысымыздың танымал суретшілері Николай Аштеманың «Уақыт сәулесі», ақынның даналығы, отан туралы армандар туындылары, Гүлнар Бекбердинованың Абай және семейге оқуға келген балалары туындысы, Мәди Қайырханның ұлы Абай, Әлібек Шоқановтың Абай атты және басқа да қылқалам шеберлерінің туындылары Абай шығармашылығына арналған қойылды. Көрме 8 тамыз бен 12 тамыз аралығында жұмыс жасайды.